10 күнде осы әдіспен іш қатудан құтылыңыз. Бұл әдіс қарапайым болып көрінгенмен іш қатудың алдын алады және жояды. Бірінші суды алып, оны қайнатамыз. Одан кейін оның ішіне пшено саламыз. Любой магазинде бар. Қазақшасын білмеймін, пшенный крупа деп тұр. Тары емес. Суды шамамен аламыз. 2 кесе немесе 3 кесе. Пшеноны 1 кесе немесе жарты кесе аласыз. Су мөлшеріне байланысты аласыз, салып аласыз да. 10-15 минут қайнатасыз, қарап отырасыз. Пшено деген ашылып үлкейеді ғой, сол кезде ол піседі. Сосын секер саламыз. Секер жарты кесе салуға болады. Немесе мед салуыңызға болады, бал, оны өзіңіз қарайсыз. Одан кейін араластырып тұрамыз піскенше. Піскеннен кейін үстіне сүт құямыз. Сүтті пшеноны толтырғанша сүт құямыз. Толтырып, сүтті молырақ құямыз. Бұл дайындалған кашамызды таңертең и кешкісін жейміз. 1 ай бойы немесе 10 күн бойы жесеңіз болады. 1 ай ұзағырақ жегеніңіз дұрыс. Әдет қылып немесе үнемі 1 айдан да асырып та жей беруіңізге болады. Пайдасы өте көп. Және де сливочный масло немесе кәдімгі сары май салуға болады. Сосын бананмен жейсіз бе, қасына қойып әдемілеп, клубникамен жейсіз бе, оны өзіңіз қарайсыз. Өзінде жеуге болады сары маймен. Бұл әдіс сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Бұндай проблема почти көп адамда бар, іш қату деген. Сондықтан да осыны үнемі жеп жүріңіздер. Сол кезде іш қатудан құтылып немесе алдын аласыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.